Құрметті достар, бүгін сабағымыз 12-ші бөліміміз бастаймыз. Директор көзі, источник деген қазақшаны источникті көз деп аудардым. Директор көзінің қолдану спрингте. Осы тақырыпқа байланысты бізде 2-3 нәрсе айтылады. Директор көзі және жаңағы спрингте директор көзінің қалай конфигурация жасау керек екен, және директор қорымен JDBC template деген класс бар, сол класс арқылы қалай жұмыс істеу керек көрсетіледі, сол туралы айтылады. Енді бізге білгендей, жаңа мысалымыз көрсететіндей, кез келген REST нәрсеміз, контролеріміз бізде дерекқорға сақтауымыз керек. Мына жерде суретте қарасаңыз, телефон, сайт болсын, басқа жақта болсын, REST арқылы базаға жібереміз. Енді директор көзі дегеніміз не? Директор деген көзіміз біздің жаңағы базаданықпен байланысу үшін директор көзі деп айтылады. Директор көзі дегеніміз жаңағы сервермен базаданықпен жұмыс істеу үшін байланыстыратын нәрсені директор көзі дейміз. Субо деген нәрсе бар, система управления база данных деген нәрсе, ол реляциялық база данных директор қоры. Ол туралы бөлек SQL-ға байланысты субода жайлы бөлек кейін болашақта видеолар болады. Бірақ бұл субода деген біздің кәдімгі директор көзі деп айтсақ бола береді. Енді мына жерде источник данных деген жерде жаңа директор көзінде біздің логикамыз директор көзіне байланысады. Оның ішінде әрбір директор қорымен жұмыс істеу үшін әрбір директор қордың база драйвері болады. Ол JDBC драйвер деп аталады. Сол JDBC драйвердің ішінде біз директор қорын көрсетеміз. Қандай URL, пароль, сол сияқтыларды көрсетеміз. Енді бұл кітапта жаңағы айтылғандай абстракция қолданылады. JDBC-дің connection, result set, statement деген. Сол драйвер арқылы мына JDBC драйвердің ішінде соның әрбір реализациясы бар, connection, result set. Директор қорына қосылады. Мына жерде JDBC драйверде MySQL туралы мысал келтірген, соған мысал болады. Қарасаңыздар, connection, driver manager, get URL, username, password, осы нәрселер жазылады. Бірақ біз JDBC template қолданғандықтан және Spring'те оның жаңа URL-касын, username, passwordтарын бәрін JDBC template біз үшін жасайды. Сол себепті бізге ол осындай логикалық настройкаларды біз жасамаймыз. Біз үшін оны Spring жасап береді. Бізге просто драйвердің аты, логин, паролін берсек болды. И қандай портпен ашылғаны туралы көрсетеді. Енді JDBC template'те біз ғана SQL запросымызды жазамыз. И сонымен байланысты жаңағы мысалдарымызды ойлаймыз. Мынау кәдімгі Java'да осылай жазатын едік. Ал JDBC template'те өте оңай. JDBC template'те біз қысқаша ғана методтен шақырамыз. Query деген сияқты, read, соған байланысты оңай болады бізге. Енді бізге мысалымызды көру үшін бізге ең бірінші HTML базасы қолданылады. HTML деген базамыз бұл жадыдағы база директорлер қоры. Бұл жерде ешқандай MySQL, ешқандай бөлек программа орнату қажет жоқ. Бұл біздің оперативный памятте құрылатын директор қор. Runtime деп тұр, орындалу кезінде. Мына жерде ресурс деген папканың ішінде схема деген SQL болады. Бұл біз үшін қазір түсіндірем, автомат түрде бізге ол өз береді. Таблицаны құру үшін. Келешекте 14-ші тақырыпта Spring Data туралы айтамыз. Ол мына жерде JDBC template қолдану емес, ол же абстракциялы түрде жұмыс істеу туралы айтылады. Сол себепті бізге бірінші JDBC-мен қалай жұмыс істеу керектігін көрсетеді. Бірақ Spring Data-ның ішінде Hibernate бар, Hibernate-дің ішінде айналып келгенде түбінде JDBC дейсіздер. Сол себепті бірінші түсіндіріп айтылып кетілді. Енді мысалдарын әрбіріне келіп кетеміз, бәріне тоқтаймыз. Бұл сабағымызда 3 мысал келтіріледі. Ең бастысы жаңа main'ымызға кірсек, Spring Boot, ешқандай өзгеріс жоқ, ештеңе жазбаймыз. Main, Spring Boot класс автомат түрде ол main, purchase controller, purchase repository көріп тұрған себебі, өйткені бізде контроллер деген аннотация бар. Оның ішінде компонент болып саналады, repository да компонент болып саналады. Енді дерекқорда 3 колонка бар дейік: ID, продукт, price.
және ID-нің int болады, string, big decimal деген нәрсеміз double деген нәрсе. Соған туралау келеді, өйткені big decimal бізге санның ешқандай double болса, ол өтерден кейін санды бір какой-то ең соңындағы бөлшекті санды айландырып жібереді. 0.99 болса, оны бірге айландырады. Сол себепті жоғалтпау үшін big decimal деген сандарға қолданады ақша үшін. Getter мен settерлері бар әрбірінің, және бұның салыстырулары бар, эквалдар. Кейін бұны қарастырамыз, бірақ бұған кейін ораламыз. Сабағымыз біткен соң, енді бізге не керек? Бізге ең бірінші модель керек. Кез келген Java-да баз данықтағы записіміз біздің, сол жазуымыз бізге енді объектке айлану керек. Сол үшін объектке айландыру үшін біз оны setter мен getter тарту арқылы қоямыз. Енді бірінші контролімізге кеттік. Контролімізге кетерден бұрын біз репозиторий жазамыз. Аннотация қосылды репозиторий деген. Енді біз DDBC template деген тәуелді классты ендіреміз. Тәуелдікті ендіру деген тақырып болған бізде 4-ші бөлімде, 3-ші бөлімде. Енді бізге не істеу керек? Бізге дерекқорға сақтау керек, және дерекқордан соның бәрін шығару керек. Дерекқорға сақтау үшін insert purchase деген біздің таблицамыздың аты. Мына жерде purchase деп тұр. Бұл біз автоматты түрде құрылады. Менде программаны запускать еткен не болады? Null деп тұр. Ол автоматты түрде өзі қосылады мына жерде. ID жаңағы автоинкремент деп тұр, қарасаңыздар. Бірінші сұрақ белгісі, екінші сұрақ белгісі, ол осы жаңа DDBC адресінің ішіне шақыратын бірінші параметр, екінші параметр болады. Ал мынау SQL деген нәрсеміз осыны алына мына жерге қойылады. Мынаны жазуды алып, мына SQL-ны қойсаңыздар да болады. Енді бірінші сұрақ белгісіміз продукттың аты және бағасы ендіріледі. Ал find all purchase'ді бізге, ол неге бізге лист қайтарады? Өйткені бізде purchase'дердің 5-6 жолдан тұруы мүмкін. Сол жолдарымызды енді листке сақтауымыз керек. Енді листке сақтау үшін біз row mapper деген классты қолданамыз. DDBC ішінде тұр. Қазір мен сізге көрсетем POM-XML-да. Сол себепті енді оның бәрін жинау керек. Мынау деген әрбір жол, и мына соның индексі дейміз. Бірінші, екінші, үшінші жолды. Соның әрбір объектісін жинап, purchase'ға саламыз. Сол purchase'іміз, мысалы, қарасаңыздар, query бізге лист қайтарады. Соның объектісін қайтарады. Purchase деген қайтарып тұр. Өткеніз қарасаң көрсеңіздер, purchase тұр. Сол себепті списоктың жинаймыз. Енді осы программаны запускать ету үшін purchase контролі шақыруымыз керекпіз. Енді localhost 8080 purchase репозиторий тәуелдігін ендіреміз. Конструктор арқылы ендірдік. Енді бізге post методын шақыру керек. Ол үшін біз request body'ға purchase'ға объектісін береміз қазір. Түсіндірем. Және get деген шақырған кезде purchase бүкіл бізге сол жаңағы қосылған запистердің бәрін шығарады. Ол үшін бізге postman керек болады. Рөліміз жұмыс істеу үшін. Пока ол қосылғанша мен программаны запускать етейін. Егер де мынандай нәрсе қалай қосу керек болса, ол мына жерде database деп шығады. Мына схема SQL басқан кезде. Сол кезде мынандай настройкасын сұрайды, IntelliJ ID. Сол кезде нені көрсете саласыздар. Қазір көрсетіп берейін. Data source, H2. Сол кезде мына жерде таңдаған кезде remote таңдамайсыздар. In memory таңдайсыздар. Userге ештеңе қоймайсыздар. Default деп баздан осылай тұрады. Міне memory деп тұр, mem деп. Test connection тексересіздер. Succeed болса, дұрыс дейсіз. Программамды запускать еттім. Ол 8080 порт. Енді бізге дерекқорға оны енгізу үшін ID, продукт, price беру. ID бізде сан болғандықтан қазір пост қоямыз. HTTP localhost 8080 біздің адресіміз purchase болып тұр. Мына жерде қарасаңыздар,
міне purchase'ді қойдық. Енді бізге мына body қоямыз. Proton JSON форматта бізге объектісін. Енді бізге осының жаңағы purchase repository'nin ішіндегі purchase объектісін беріп отырмыз. ID берудің қажет жоқ бізге. Естеріңізде болса, purchase repository міне purchase get ID жоқ. Бізге продуктысы керек. Продукттың атын береміз. Бізде ол string болғандықтан продукт 1 деп қоямыз. 1. Одан кейін price болды бізде. Price 1,332. Қойдық. Қосамыз. 200 деген ответ қайтты. Енді бізге оның таблицасын көру үшін екі рет басып салам. Құрылмады менің не. Автомат түрде құрылу керек болатын. Таблицам құрып тұр. Қазір 1 минут. Көрейік қазір. Мынауым дұрыс істемей тұр мен. Default public деп тұр. Қайсында? Екеуі деп. Қазір тауып көрейік. Неге олай? Атын неге шық? Болты да жоқ. Жанны. Public.
өзінің мен түсінбедім бұның настройкасын. Негізгі базаға қосылды бізде. Кетпен көрсеңіздер, мен продукт. Күні басам. Продукт 2-ні бастым. Продукт. Кет таңдаймыз. Мен жаңағы запистеріміз дайын тұр. Мынаны өшіріш үшін delete деген нәрсені жасаймыз. Енді мысалымызға кеттік. Жаңа көрсеттім сіздерге purchase'ға пост арқылы біз дерек қостық. Ол үшін пост мұнда жаңа алу үшін, мына жерден body'ді алу үшін, запрос алу үшін request body аннотациясын қосамыз. Ол мынаны білдіреді. Және де структурасы қалай болғанын білдіру үшін продукт price деген ғана керек болғандықтан бізге бұл екеуін ғана көрсеттік. Міне продукт пен price. Ең соңында міне листпен қайтадан шығарып берді. Бұл памятке байланысты жасалған нәрсе болатын. Енді бізге ол қосу үшін h2 базасын айттым, жаңа қосылатын, міне жадыда қолданатын. Және бізге starter JDBC деген класс қолдану керек. Тәуелділікті қосу керек библиотекасын. Болды, осы нәрселер туралы айтылады. Так, бұны тоқтатамын мен. Енді бізге басқа да базаланықпен жұмыс істеу үшін керек болса, purchase'дің мына жердегі логикамыз ешқандай нәрсесі өзгермейді. Жаңағы бірінші мысалда бәрі қала береді. Тек қана бізге application properties'дің ішінде директор көзін көрсетемін. Сонда MySQL, localhost, Spring Quickly деген базаданық бар, и root. Ондай базаданық менде жоқ. Ол үшін сіздерге MySQL болса, MySQL қолданасыздар. Егер MySQL емес басқа базамен жұмыс істегілеріңіз келсе, мына жерге PostgreSQL-дің запросыңызды тересіз аласыз. PostgreSQL деп Maven репозиториядан поисктан іздей саласыздар. MBN Postgres өшіп жасаңыздар, бірінші шығады. Мына жерде ең соңғы версиясын таңдайсыздар. dependency'ді алып қойып жүресіздер. Кез келген база. Сізге MySQL болғандықтан менде Workbench деген тұр. Так, паролім жоқ. Қазір есіме түсіріп көрейін. Root қойдым. Root. Онда менде де application properties'дің root деп қойым керекпін. Енді бізге базадан Quickly деген базадан керек. Так, ол database. Ой, кеш. Мына плюсик басамыз. Quickly деп қойдық. Apply бастық, apply. Енді бізде дерек қорымыз бар. Оны тексеру үшін жаңа постқа бір запросын береміз. Ой, мен Қамыз 200 деген ответ қайтты. Значит, қосылды. Кетпен қараймыз. Біздің записіміз қосылды. Так, енді оны базадан қарау үшін базаны ашамыз. Таблица. Ол десең. И продукт, price бәрі шықты. Так, мына always деген нәрсесін жаңағы базаданқты автомат түрде жаңағы таблицасын құру деген мағынаны білдіреді. Схемада таблицаны. Так, change dialect. MySQL деп таңдайсыздар. Так, енді MySQL көрейік. Amazon, localhost, root. Так, базадан
Spring Quickly деп тұр. Test connection басамыз. Баздан бар. Мына жерде жаңағы таблицаны не пульт. MySQL Workbench керек емес. Так. Осы туралы айтылады. Жаңағы memory мен MySQL туралы қосындысы. Енді келесі тақырыбымыз тура сол тақырып. Ешқандай өзгеріс жоқ. Бірақ бұл жерде дерек қорлардың кастомизациясы бар. Мына жерге қайтып келсек, базадан қалай жұмыс істейді, базадан бізге запись қайтарғандықтан дерек қорға барады, темплейт пен ромапымен жаңа преобразовать еттік. DDBC-ден дайын класс. И осы көп нәрсе соединение, результаттар жазбау үшін бізге қысқартылған нәрсесі шаблон. Оны қазір мен сендерге қазір Google-дан іздей саламыз. Көрсете салам бір жай мысал. Так. Енді нестандартты bin дата сорсын қолдану деген нәрсе тақырып. Бұл жерде тура сол, ешқандай өзгеріс жоқ, бірақ бұл жерде енді сіздерге конфигурациялық файлдың ішінде мынау Spring Data Source деп тұрды мысалымызда. Енді біз custom деп жасаймыз. Енді өзіміз бірнеше дерек қорлар қосу үшін керек болады. Оның ішінде жаңа дата source'тың қандай жолда тұрғаны URL, қандай логин, қандай пароль тұр екенін көрсетесіз. Енді бұл жерде сіздер жаңа connection timeout'тарын, бұл жерде енді дата source'ты Spring'дікін емес, өзіңіз сол дата source'ты директор көзін өзіңіз настройкаларын жасайсыз. Дата source'тың бұл set connection'нан басқа да мүмкіндіктерін запущен ба, запущен емес па, сонда неше түрлі нәрсе методтері бар. Соның бәрін көріңіз. Каталогтар, connection, тест query қанша уақыт, init SQL қандай запрос болу керек, автомат түрде таблица құру керек па, құрмау керек па, соған байланысты неше түрлі нәрселер бар. Бұл бөлек үлкен тақырып негізі DDBC туралы. Оған да бөлек видео түсіруім керек болады. Бұл бастапқы қалай жұмыс істеу керек екенін Spring. Енді бізге жаңа айтқандай, мен сізге көрсеткендей, репозиторийда біз жаңа тек қана SQL запрос жаздық, қандай параметр керек екенін осы екі строканы жаздық. Осы нәрсені қалай Spring болмағанда, DDBC template шаблоны классы болмағанда біз қалай жазар едік? Метанит сайтынан қолданамын көбінесе мен. Егер Java мен жұмыс істеген болсақ, біз Springсіз қолданған болсақ, біз не істер едік? Драйверді скачать ету керек, біз POM.XML-ды жазып кеттік. Драйверін көрсететін едік. Так, ары қарай көрсет. Қолмен базадан құратын едік. Міне толыққанды коды жазу үшін осылай кодтарды жазып отыратын едік. Try connection драйверін алатын едік. Connection алдық, бәрі дұрыс болды. Енді бізге жаңағы result setтерін execute update басқа да statementтерді алу үшін мынау create table жаңа SQL-ымызды орындау үшін не statement жасайтын едік. Бірінші біз драйвердің класын көрсететін едік. Одан кейін connection алатын едік байланысын. Одан кейін байланыстың жаңа statementті құру арқылы сол statement алатын едік. Содан кейін барып SQL команданы орындайтын едік. Солай бірнеше жұмыстар істейтін едік. Сол нәрсенің бәрін DDBC template өзі бәрін настройкасын жасайды. Spring DDBC өзінің application properties'дің ішінен осы бәрін алады. Сіздер ондай басыңызды қатырмайсыздар. Сау саламат болыңыздар. Келесі сабағымыз енді транзакция жайлы. Ол жерде бір ғана мысал болады. Одан кейін 14-ші бөлімде біз DDBC емес, енді Spring Data туралы интерфейспен жұмыс істеу арқылы біз Hibernate-тің жұмысымен жұмыс істеу танысамыз.
ары қарай 15-те тест. Сонымен 15 бөлімнен тұратын сабағымыз аяқталады. Аз қалды. Сау, саламат болыңыздар. Лайк, коммент басып отырыңыздар. Жазып отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, группадағы телеграмға жазып отырыңыздар. Сау болыңыздар.